Қазақстан заңнамасына сәйкес елімізде қос азаматтыққа қатаң тыйым салынған, яғни бір мезгілде Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттің азаматы болуы мүмкін емес. Егер азаматтың қос азаматтығы анықталса, ол Қазақстан азаматтығынан айырылады. Сондай-ақ әкімшілік жауапкершілікке тартылып айыппұл салынады. Қос азаматтық елдің қауіпсіздігіне де, азаматтардың құқықтық жағдайына да кері әсер етуі мүмкін. Алайда Конституцияда тайға таңба басқандай етіп жазылған бұл талап сақталмай отыр. Депутаттар елімізде қос азаматтығы барларды қылмыстық жауапқа тартуды ұсынды. Однако на практике мы видим, что значительное количество граждан скрывает наличие второго гражданства, продолжая пользоваться всеми правами и преференциями Республики Казахстан. Алайда еліміздегі кейбір адамдар басқа елдің азаматтығын алғанын жасырып жүргенін көріп отырмыз. Осы орайда олар Қазақстан азаматының құқығы мен барлық жеңілдіктерін емін-еркін пайдаланып жүр. Қос азаматтығы бар адамдар анықталған жағдайда жауапкершілік тек айыппұлмен ғана шектеліп жатады. Мен депутат ретінде мұндай деректер бойынша қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы бастама көтермекпін. Бұл тұрғыда Ішкі істер министрлігі қолдайма. Ішкі істер министрі Ержан Саденов депутаттың бұл ұсынысын талқылауға дайын. Енді заң қабылдасаңыз, заң біздің бірінші қаруымыз, біз жұмыс істеуге дайынбыз. Жалпы дұрыс айтасыз, мынау осы қос азаматтықты мысал үшін пайдаланып, әрбір енді айтамыз ғой, жаңағы заңға сонда берік заңды өз мемлекетінде сақтап, біздің мемлекетте кеп сақтайтындар енді көпші, бірақ жаңа оның ішінде әртүрлі криминалда болуы мүмкін, басқа мәселе болуы мүмкін. Сол үшін бұны талқылауға дайынбыз. Мамандардың айтуынша, қос азаматтық көбіне шетелде тұрақты тұратын, немесе сол елдің жеңілдетілген бағдарламасы арқылы азаматтық алған қазақстандықтар арасында кездеседі. Ал бұған дейін Павлодар облысында қос азаматтыққа қатысты 1000-нан астам дерек анықталғанды. Заң бойынша өзге мемлекеттің азаматтығын қабылдаған жағдайда 30 күн ішінде көші-қон қызметі органдарын хабардар ету қажет және Қазақстан азаматтығынан айырылуын тіркеу керек. Өкінішке орай, елімізге келіп жатқан шетелдік азаматтар тарапынан заң бұзушылықтар көп тіркеледі. Депутат Смолякованың мәліметінше, ағымдағы жылы елімізге уақытша жұмыс істеуге келген шетелдік азаматтар тарапынан 45 000 құқық бұзушылық тіркелген. 25 000 әкімшілік іс қозғалып, 800 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Алайда бұл қыруар қаражат өндірілмеген, яғни қазынаға түспеген. Алайда осы айыппұлдардың ішінде 2024 жылы 176 миллион теңге, 2025 жылы 280 миллион теңге өндірілмей қалған. Яғни бюджетке қайтарылмаған миллиондаған теңге айыппұлдар жиналып жатыр. Екіншіден, айыппұлды төлемей Қазақстан аумағынан шығып кете береді. Үшіншіден, бір жылдан кейін айыппұл мерзімінің өтуіне байланысты заңды күшін жояды. Сол азаматтар еш кедергісіз қайтадан елге оралып, көбінесе ұқсас құқық бұзушылықтарды қайталайды. Бас полицей елге кіріп шығып жатқан шетелдіктерді бақылау жұмысын күшейтеміз деген жауаппен құтылды. Кіргеннен бастап, қай жерде жүр, жаңа трудовой мигрант болсын, жай студент болсын, осының бәрін көретін боламыз. Мен ойлаймын, бұл жұмысты күшейтеміз. Әрине, жаңа сандарды айттыңыз, бұл сандарды қарау керек әлі. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, Хан ТВ, Астанадан.